Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Ұлттық бірыңғай тестке дайындықтың челлендждің бүгін 5-ші күні. Бүгін біз сіздермен 5-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші сұрақ оқушылар. Жер шарындағы ең ыстық материк: А. Африка, В. Евразия, С. Австралия, Д. Антарктида, Е. Солтүстік Америка. Жер шарындағы ең ыстық материк ол бізде Африка материгі болып саналады. Келесі екінші сұрақ. Апалач тауының ерекшелігі немесе ерекшеліктері: А. Кайнозойда қалыптасқан, В. Тау беткейлері көлбеу, С. Шындары күмбез тәрізді, Д. Шындары үшкір, Е. Палеозойда қалыптасқан, F. Тік жартасты, G. Биік тау, Е. Үшкір. Яғни Апалач тауының негізгі ерекшеліктері: тау беткейлері көлбеу, С. Шындары күмбез тәрізді және Е. Палеозойда қалыптасқан. Келесі үшінші сұрақ. Тұран ойпаты торғай ойысы арқылы жалғасатын географиялық нысан: А. Маңғыстау, В. Батыс Сібір жазығы, С. Алтай, Д. Шығыс Еуропа жазығы, Е. Каспий маңы ойпаты. Яғни Тұран ойпаты торғай ойысы арқылы жалғасатын географиялық нысан ол бізде Батыс Сібір жазығы дейміз, немесе оны Қазақстанда біз солтүстік қазақ жазығы дейміз. Яғни ол Қазақстанның солтүстік аймағын қамтиды бізде. Және де орманды дала табиғат зонасында орналасқан, және де Батыс Сібір жазығы, яғни оның көп бөлігі бізде Ресей мемлекетінде шоғырланған. Міне, көп бөлігі Ресей мемлекетінде. Келесі төртінші сұрақ. Қазақстан Каспий теңізі арқылы шектесетін мемлекет немесе мемлекеттер: А. Украина, В. Ирак, С. Грузия, Д. Әзірбайжан, Е. Армения, F. Түркия, G. Беларусь, H. Иран. Яғни Қазақстан Каспий теңізі арқылы шектесетін мемлекеттер ол бізде Д. Әзірбайжан және H. Иран мемлекеті. Келесі бесінші сұрақ. Шығыс Еуропа жазығының өзені: А. Ойыл, В. Ақсу, С. Ырғыз, Д. Лепсі, Е. Өлеңті. Яғни Шығыс Еуропа жазығының негізгі өзені ол бізде Ойыл өзені болып саналады. Келесі алтыншы сұрақ. Жаңа дүние бөлігінде орналасқан алып мемлекеттер: А. ақш, Канада, Бразилия, В. Қытай, Ресей, Үндістан, С. Аргентина, Канада, Қытай, Д. Перу, Мексика, Венесуэла, Е. Канада, Боливия, Куба. Яғни жаңа дүние бөлігінде орналасқан алып мемлекеттер ол бізде ақш, Канада, Бразилия мемлекеті болып саналады. Келесі жетінші сұрақ. 1887 жылы Верныйдағы жер сілкінуінің себептері мен зардаптары туралы жазған ғалым: А. Краснов, В. Семенов, С. Бер, Д. Северцев, Е. Мушкетов. Яғни 1887 жылы Верныйдағы жер сілкінуінің негізгі себептері мен зардаптары туралы жазған ғалым зерттеуші ол бізде Мушкетов болып саналады. Келесі 8-ші сұрақ. Жоспарлы экономика кезеңінде салынған темір жол: А. Покровская Слобода Орал, В. Түркістан Сібір, С. Батыс Европа Батыс Қытай, Д. Орынбор Ташкент, Е. Өскемен Шар. Яғни жоспарлы экономика кезеңінде салынған темір жол бізде Түркістан Сібір жолы. Келесі 9-ші сұрақ. Жалпы географиялық карталар тобына жататын карта түрі: А. Жартышарлардың физикалық картасы, В. Материктердің климаттық картасы, С. Қазақстанның геологиялық картасы, Д. Материктердің табиғат зоналар картасы, Е. Қазақстанның топырақ картасы. Яғни жалпы географиялық карталар тобына жататын карта түрі ол бізде жартышарлардың физикалық картасы. Келесі 10-ші сұрақ. Есіл өзенінде салынған бөген: А. Сергеев, В. Теміртау, С. Кенгір, Д. Шардара, Е. Бөген. Яғни Есіл өзенінде салынған бөген ол бізде Сергеев бөгені. Келесі 11-ші сұрақ. Химия өнеркәсібінің саласы немесе салалары: А. Негізгі, В. Полимер, С. Кенсіз, Д. Қосымша, Е. Кен, F. Жанама, G. Бастапқы, H. Толық. Яғни химия өнеркәсібінің негізгі салалары бізде бұл сұрақта бізде 3 жауап: негізгі, полимер және кен. Келесі 12-ші сұрақ. Нүктенің экватордан градус есебімен алынған қашықтығы: А. Географиялық ендік, В. Географиялық карта, С. Географиялық бойлық, Д. Географиялық координата,
Е берік штрих, яғни нүктенің экватордан градус есебімен алынған қашықтығы ол бізде географиялық ендік болып саналады. Келесі 13-ші сұрақ. Қоныс аударған капитализм елі немесе елдері: А. Ватикан, В. Жапония, С. Чехия, Д. Швеция, Е. Үндістан, Ф. Израиль, G. Канада және H. Қытай. Яғни қоныс аударған капитализм елдері ол бізде Израиль мен Канада мемлекеті болып саналады. Келесі 14-ші сұрақ. Бөгеу көл немесе көлдер: А. Байкал, В. Жайсан, С. Үлкен Алматы, Д. Ери, Е. Ыстық көл, Ф. Попо, G. Онтарио, H. Сарез. Яғни бөгеу көлдер бізде ол үлкен Алматы көлі және де Сарез көлдері. Келесі 15-ші сұрақ. Жоғары дамыған үлкен жетілік елдер: А. Финляндия, Германия, Ф. Чехия, ақш, С. Ватикан, Оңтүстік Африка Республикасы, Д. Израиль, Ұлыбритания, Е. ақш, Франция, Ф. Швеция, Жапония, G. Қытай, Үндістан, H. Канада, Италия. Яғни жоғары дамыған үлкен жетілік елдер ол бізде ақш, Франция, Канада, Италия болып саналады. Келесі 16-ші сұрақ. Оңтүстік Американың оңтүстігіндегі бұғаз: А. Мозамбик, В. Дрейк, С. Паде-Кале, Д. Магеллан, Е. Гибралтар. Яғни оңтүстік Американың оңтүстігіндегі бұғаз ол бізде Магеллан бұғазы. Келесі 17-ші сұрақ. Байырғы ескі өнеркәсіптік аудандағы сала: А. Кеме жасау, В. Ғарыш тегеру, С. Робот жасау, Д. Химия, Е. Энергетика. Яғни байырғы ескі өнеркәсіптік аудандағы сала бізде ол кеме жасау болып саналады. Келесі 18-ші сұрақ. Жерорта теңіз жағалауында жүк тасымалдайтын маңызды портты қалалар: А. Роттердам, Гамбург, Росток, В. Бостон, Филадельфия, Жаңа Орлеан, С. Марсель, Генуя, Неаполь, Д. Кобе, Нагоя, Якогама, С. Кешіріңіздер, Монтевидео, Рио-де-Жанейро және Сальвадор. Яғни жерорта теңіз жағалауында жүк тасымалдайтын маңызды портты қалалар ол бізде Марсель, Генуя, Неаполь болып саналады. Келесі 19-ші сұрақ. Атлант мұхиты жағалауында орналасқан Африка елі немесе елдері: А. Зимбабве, В. Мозамбик, С. Уганда, Д. Танзания, Е. Гамбия, Ф. Кения, G. Сомали және H. Кабо-Верде. Яғни міне мына картадан көріп отырмыз. Атлант мұхит жағалауында орналасқан Африка елдері ол бізде Кабо-Верде аралдық мемлекет және де Гамбия мемлекеті. Келесі 20-ші сұрақ. Полиметалл рудасының құрамына кіретін минерал немесе минералдар: А. Никель, В. Көмір, С. Мұнай, Д. Мыс қоспасы, Е. Мырыш, Ф. Фосфорит, G. Қорғасын, H. Хром. Яғни полиметалл рудасының құрамына кіретін минералдар бізде ол бұл сұрақта үш жауап: мыс қоспасы, мырыш және қорғасын болып саналады. Келесі 21-ші сұрақ. Халықтың құдай өсу типтері: А. Бесеу, Ф. В. Төртеу, С. Үшеу, Д. Біреу, Е. Екеу. Яғни халықтың құдай өсу типінің екі түрі бар бізде ол. Келесі 22-ші сұрақ. Экологиялық фактордан туындауына негізгі себепші фактор: А. Ғылыми, В. Еңбек қоры, С. Көліктік, Д. Экономикалық, Е. Аумақтық шоғырлану. Яғни экологиялық фактордың туындауына негізгі себепші фактор ол бізде Е жауабы аумақтық шоғырлану. Келесі 23-ші сұрақ. Қазақстан кіретін халықаралық ұйым: А. Евроодақ, В. ОПЕК, С. ТМД, Д. НАТО, Е. ASEAN. Яғни Қазақстан кіретін халықаралық ұйым ол бізде тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Оған бізде білесіздер 11 мемлекет кіреді. Келесі 24-ші сұрақ. Фармацевтика өнеркәсібі дамыған орталық немесе орталықтар: А. Ақтау, В. Шымкент, С. Петропавл, Д. Алматы, Е. Атырау, Ф. Қостанай, G. Қызылорда, H. Қарағанды. Яғни фармацевтика өнеркәсібі дамыған негізгі орталықтары ол бізде
Қазақстан бойынша Шымкент, Алматы және Қарағанды қалаларында. Келесі 25 сұрақ. Мұғалжар тауына тән сипаттама: А. Орал тауының жалғасы. В. Альпі қатпарлығында түзілген. Сарыарқаның бір бөлігі. Д. Герцин қатпарлығында түзілген. Батыс Сібір жазығының бір бөлігі. Ф. Ең биік нүктесі Үлкен Боқтыбай 656 метр. Ең биік нүктесі Ақсоран 1565 метр және H биік тауға жатады. Яғни Мұғалжар тауына тән сипаттама, бұл сұрақта бізде 3 жауап дұрыс. Орал тауының жалғасы, Герцин қатпарлығында түзілген және ең биік нүктесі ол бізде Үлкен Боқтыбай тауы 656 метр. Келесі 26 сұрақ. Сағат өндірісіне қажетті өте дәл станок жасауға маманданған мемлекет: А. Польша. В. Швейцария. С. Австрия. Д. Венгрия және Румыния. Яғни сағат өндірісіне қажетті өте дәл станок жасауға маманданған мемлекет ол бізде Швейцария мемлекеті. Келесі 27 сұрақ. Қара металлургияның негізгі шикізаты: А. Болат. В. Хром. С. Марганец. Д. Темір. Шойын. Яғни қара металлургияның негізгі шикізаты ол бізде темір болып саналады. Келесі 28 сұрақ. Кестедегі мәліметтер бойынша жылдық орташа температура берілген, яғни 12 ай берілген. Бірінші айда бізде -16, екінші айда бізде -14, үшінші айда -6, төртінші айда 0 градус, бесінші айда 6 градус, алтыншы айда 15 градус, жетінші айда 18 градус, сегізінші айда 16 градус, 9-шы айда 8 градус, 10-шы айда 1 градус, 11-шы айда -7 және 12-шы айда -13. Яғни бұл сұрақтың дұрыс жауабы бізде В жауабы 0,6 градус. Яғни орташа температура 0,6 градус. Келесі 29 сұрақ. Тропиктік климат белдеуінің ерекшелігі немесе ерекшеліктері: А. Жыл бойы экваторлық ауа үстем болады. В. Жауын-шашын мол түседі. С. Жауын-шашын аз түседі. Д. Тек солтүстік жартышарларда таралған. Жазы жылы. Ф. Құрлық үстінде өте құрғақ. G. Төменгі қысымда. H. Қысы суық. Яғни тропиктік климат белдеуінің негізгі ерекшеліктері бізде бұл сұрақта 2 дұрыс жауап: жауын-шашын аз түседі және құрлық үстінде өте құрғақ. Келесі 30 сұрақ. Қайраны мұнай мен газға бай теңіздің шығыс бөлігінде орналасқан ел: А. Дания. В. Түркия. С. Испания. Д. Грекия. Франция. Яғни қайраны мұнай мен газға бай теңіздің шығыс бөлігінде орналасқан ел ол бізде Дания мемлекеті саналады. Жақсы балалар, бүгін біз сіздермен 5-ші нұсқаны талдап біттік. Келесі кездескенше қош, саламатта болыңыздар.